Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге Әлішер Қамалханұлы, тарих ғылымдарының магистрі, ұбт сарапшысы, 2/140 балл иегерін оқытқан ұстаз боламын. Мына тестімізді бастамай тұрып, тағы да курс туралы ұсынайын деп отырмын. Жалпы Алдоңғаров онлайн курсы дүниежүзі тарихы және Қазақстан тарихы пәні бойынша дайындайды. Және маусым ұбытысына дейін бірге болып, барлық ұбыты нәтижелеріңіз үшін жауап береді. Сол себепті толық сенімділікпен жазылсаңыздар болады. Және толық ақпарат алу үшін Алдоңғаров онлайн Инстаграм парақшасына немесе төменде көрсетілетін, комментарияда көрсетілетін нөмірлерге жазсаңыздар болады. Қазір өте көп оқушы қаңтар ұбытысының жақындауына байланысты курсқа сұраныс артып жазып жатыр. Так, сонымен алғашқы сұрақ. Африканың оңтүстігінің ежелгі тұрғындары. Әрине, оның жауабы бізде бушмендер болады. Бушмендер оңтүстік Африкада өмір сүрген. Олар керемет ішшілер болған, бишілер болған. Сол көне заманның ең алғашқы демократиялық құндылықтары қалыптасқан жер осы бушмен болады. Және бушмен сөзі ағылшын тілінен аударғанда бұтақ арасындағы адам, бұтақтағы адам деген мағынаны білдіреді. Осы оңтүстік Африкада Қалахари шөлінде үлкен бір банту тайпасымен соғысқан, ол да ұбт сұрақтарында кездеседі. Енді қалғанын алып тастайық. Гана. Бұл бізде Батыс Африкадағы ең ежелгі мемлекеттік құрылым, 8 ғасырдағы араб деректерінде алтын мемлекеті деп келген ел болады. Бұл Батыс Африкада. Малиліктер, бұлар да Батыс Африкада, Нигер мен Бакой өзендерінің арасында құрылған мемлекет. Сундиат Кейт деген адам негізін қалаған. Ал Таити деген мүлдем бұл тақырыпқа келмейді, ежелгі Африка емес, бұл ежелгі Аустралия және мұхит аралдары тақырыбынан алынып отыр. Яғни бұл мұхит аралы. Енді бір құпияны ашайын сіздерге. Осы жылы ежелгі Аустралия және мұхит аралдары тақырыбынан сұрақтар келеді. Келесі. Айтпақшы, жаңа жылдағы тұңғыш нұсқа талдау ғой. Сол себепті бұл енді соңғы жыл мектеп оқушылар мектебін аяқтайды, сонымен жас түлек болып университет қабырғасына аттайды. Так, сонымен Қырым соғысында Ресейдің сәтсіздікке ұшырауының негізгі себебі. Жалпы Қырым соғысы 1853-1856 жылдары орын алған. Бұл Ресей мен Осман империясының арасында болған. Және соғыс басталған сәтте 1853 жылы Ресей империясы Осман әскерін талқандаған. Мысалы, адмирал Нахимов Қара теңізде түрік флотын талқандаған. Және Кавказ майданында да түріктер жеңіле бастаған. Сол кезде 1854 жылы Франция мен Англия Осман империясына көмек көрсеткен болатын. Сол арқылы Севастополь қорғанысына шабуыл жасап, 1856 жылы Австрияның араласуымен Париж келісім шарты жасалды. Сол келісім шартқа сәйкес, яғни мына Осман империясы жеңісі бекітілді. Қара теңізді бейтараптандыруға Ресей келісті. Валахия, Сербия, Молдовада түрік билігі сақталды. Және Бессарабия аймағы Түркияға берілді. Және Осман империясының аумақтық тұтастығы мен тәуелсіздігіне Англия мен Франция кепілдік берген болатын. Соғыс өте кең кеңістікте өткен жоқ. Ол бірінші, екінші дүниежүзілік соғыс қой, әлемдік деңгейде болған үлкен кеңістікте өтті. Ресей әскерінің аздығы деген өте қате жауап. Яғни Ресей әскері өте қауқарлы болатын. Ол кезде өйткені мемлекеттік билік мықты жүргізіліп тұрды. Осман әскерінің тәжірибесінің молдығы дегенде қате жауап болады. Керісінше, Осман әскері негізі соғыстың басында жеңіліп қалған еді. Сонымен Қырым соғысы айтпақшы орын алуы Танзимат реформасын тоқтатқан болатын, және екінші кезеңі Қырым соғысы аяқталғаннан кейін басталған еді. Келесі сұрақ. Конституция бойынша Осман империясының мемлекеттік тілі. Жалпы 1876 жылы Осман империясында алғашқы конституция қабылданған еді. Ол либералдардың, жаңа Османдар ұйымының Абдул-Азизді биліктен тайдырып, билікке Абдул-Хамидті әкелуінен басталды. Абдул-Хамид конституцияны бекітті, және конституция бойынша ислам діні мемлекеттік дін, түрік тілі мемлекеттік тіл ретінде бекітілген болатын. Ал мынау Осман империясына дейінгі кезеңде араб халифатының араб тілі Орта Азия мен солтүстік Африкаға дейінгі жерге дейін кеңейген еді. Қыпшақ тілі деген ол бізде 11-13 ғасырда осы ұлы далада ең басты тіл болды.
Кодекс Хуманикус деген шығарманы білетін шығарсыздар қыпшақ тілінде. Ал парсылардың тілі ол бізде арамей тілі деп аталады. Парсы империясында ол да келеді. Айтпақшы, Қазақстан тарихындағы Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихи рашид еңбегі парсы тілінде жазылған еді. Ал сіздер комментарийға парсы әдебиетінің көрнекті классигі кім екенін жаза кетіңіздер. Келесі сұрақ. Батыс Рим империясының құлауымен жойылды. Жалпы 476 жылы Батыс Рим империясында Одоакр әдекер бастаған көтеріліс болды. Ол көтерілістің нәтижесінде Ромул Августул биліктен тайдырылды, және де Одоакр плащ пен тәжді Шығыс Рим империясына беріп жіберді де өзін конунг король деп жариялады. Бұл жалпы варварлық мемлекеттердегі биліктің лауазымы еді. Сонымен құл иеленушілік құрылыс жойылды Батыс Рим империясының құлауымен, және де феодалдық кезең басталды. Сонда А жауабы керісінше тұр, ол басталған кезең, яғни орта ғасырлар кезеңі басталды, ежелгі дәуір аяқталды. Алғашқы қауымдық құрылыс деген біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші мыңжылдықта өркениеттер пайда бола бастаған кезде жойылып кеткен болатын. Бұл адамның қалыптасу кезеңін айтады, первобытное общество дейді тарихшылар арасында. Социалистік құрылыс дегеніміз бұл Карл Маркс пен Фридрих Энгельстің 5 формациялық жүйесі деген бар. Алғашқы қауымдық құрылыс, құл иеленушілік, феодализм, капитализм және социализм. Осының 5-ші сатысы болады. Енді социализм деген әлеуметтік теңдік, осыны орнатпақшы болған елдер болды. Соның ішінде КСРО-ны білесіздер, Моңғолияны білесіздер, Солтүстік Корея, Куба, Қытай мемлекеттері. Так, бұл құл иеленуші құрылыс жойылды деген дұрыс жауап болады. Келесі сұрақ. Антибольшевиктік қозғалыстың негізгі орталықтары қалыптасты. Енді бұл 1917-1922 жылдардағы Ресейдегі азамат соғысына байланысты сұрақ. Әрине, оның негізгі ошақтары империяның орталығы Петроград қаласы мен бұрынғы 1719 жылға дейін Астана болған Мәскеу қаласында болды. Және де бұдан бөлек шетел интервенттері араласқан жерлерде ірі ошақтар болды. Мысалы, соның ішінде Владивостокқа жапон әскері түсірді 18-ші жылы, Мурманскіға ағылшын әскері кіргізілді, Бессарабияға Румыния әскері кіргізілді, Украина, Солтүстік Кавказ территориясына, Қырым жаққа Германия әскері кіргізілген болатын. Ол да ірі ошақтар. Шығыста Колчак, батыста Юденич, оңтүстікте Деникиннің әскері де ол да ірі ошақтар болды. Яғни бұлар антибольшевиктік, қызылдарға қарсы, большевиктерге қарсы бағыттар. Так, Киев деген ұбт сұрағында көп кездеседі. 882 жылы Древлян, Радимич северян тайпаларын бағындырып, Олег құрған мемлекеттің аты Киев Руси болатын. Минскіде ұбт сұрақтарында көп кездеседі. 1898 жылы Ресей социал-демократиялық жұмысшы партиясының бірінші съезі өткізілген жер Минскі болатын. Және де Минскіде 1991 жылы тәуелсіз мемлекеттер достастығын құру жөніндегі құжатқа РКФСР, Украина, Белоруссия қол қойған болатын. Ал Қазан мен Ереван, Қазан Қазақстан тарихында келеді. 19 ғасырдың соңы 20 ғасырдың басында жүздеген қазақ студенттері оқыған, білім алған жер. Ереван деген енді ол жанама түрде келеді. Мысалы, 1918 жылы Қоқан автономиясын жоюға Дашнак Цутуен деген армяндардың партиясы қатысқан, сол Ереван Дашнак Цутуен партиясының құрылған жері. Және де 1894 жылы 2-ші Абдулхамид Кіші Азияның шығыс бөлігіндегі армяндардың көтерілісін басуға әскер жіберген болатын. Осы армяндарға тікелей қатысы бар. Верный дегеніміз 1854 жылы салынған бекініс 1921 жылға дейін сол Верный атауында болған еді. Ал Уфа, ол әрине Башқұртстанның астанасы. Уфа директориясы деген болған тарихта. Оны білуіміз қажет. Қазақ зиялылар оққан Уфада. Келесі. Англияда өнеркәсіп төңкерісінің маңызды нәтижесі. Жалпы өнеркәсіп төңкеріс деген ол мануфактуралық жүйеден фабрикалық жүйеге өтуді айтады. Оны жалпы индустриялық қоғамға өту деп атайды, немесе оны модернизация деп те атайды. Бұл индустрияландыру болады. Яғни 1733 жылы Джон Кейдің үшқыр шөлмек жасауы, 1738 жылы Ричард Аркрайттың жіберу мәшинесін жасауы, немесе 1765 жылы Дженни тоқыма мәшинесін Джеймс Харгвиздің жасауы, немесе 1767 жылы ағаш шебері Хейстің су дөңгелегімен айналатын жіберу мәшинесін жасауы, немесе 1771 жылғы мынау Ричард Аркрайттың тоқыма фабрикасы, немесе 1807 жылғы Фултонның
жаңағы үлкен Клермонт деген кемесі, немесе 1825 жылғы Стефансонның темір жол желісі Стоктоннан Дарлингтон арасында жүргізілген. Енді 39 жылғы фотоаппарат Луи Дагер жасаған, одан кейін 50-51 жылдары жасалған Хаттонның жаңағы ыдыс жуу машинасы және Кингтің кір жуатын машинасы, 1888 жылы жасалған Фиктің жанаспалы линзасы, олардың барлығы ұбт сұрақтарында кездеседі. Олардың бәрін жақсы білулеріңіз қажет. Және Тиманенің 29 жылы жасаған тігін машинасы да бар. Так, сонымен ұжымдастыру 1927 жылы 14 съезде қабылданған ұжымдастыру туралы ұлы бетбұрыс деп аталатын Сталин мақала жариялаған болатын. Оны да ұмытпау керек, ол бағдарлама 28-29 жылдар деп дүниежүзі тарихында келеді, ұбт сұрақтарына алынады. Одан кейін солтүстік Кавказ, төменгі орталық еділде де ұжымдастыруды аяқтау көзделген болатын, иә. Ал жекешелендіру деген 1993 жылы Қазақстан тәуелсіздік алған кезде басталған бағдарлама жекешелендіру деп аталады. Ал реформалау дегеніміз бұл бізде 1839-1870 жылдардағы Танзимат реформасының мағынасы. Бұл реформа немесе өзгеріс деген мағынаны білдіреді. Танзимат реформаларының кезеңі. Так, сонымен индустриялық қоғамға ең алғаш өткен мемлекет ол 18 ғасырдағы Англия, және дүниежүзілік шеберханаға айналған ел Ұлыбритания, өнеркәсіп орталығы болған Лондон әлемдік қаржы орталығына айналды. ақш тарихында 4 рет сайланған президент. Әрине ол бізде демократиялық партияның өкілі, ол екі демократтар бұл жерде, Вудро Вильсон және Франклин Делано Рузвельт. Рузвельт болады. Өйткені Рузвельт 1932 жылы, 36 жылы, 40 жылы, 44 жылы 4 рет президент болып сайланды. Және Түркия тарихында дәл осындай адам бар. 1923, 27, 31, 35 жылдар 4 рет президент болған. Ол бізде Мұстафа Кемаль Ататүрк болады. Рузвельттің кезінде керемет заң жобалар қабылданды. Әрине 1933-41 жылдары жаңа бағыт саясаты, кеңшілдік макроэкономикалық теорияға негізделген 1931 жылы ауыл шаруашылығын реттеу туралы заң және өнеркәсіпті қалпына келтіру туралы заң, 1933 жылғы тату көрші саясаты, 1935 жылғы бейтараптық туралы заң, 1935 жылғы Вагнер акциясы, 1935 жылғы әлеуметтік қамтамасыз ету одағы деген сияқты, бұлардың барлығы ұбт сұрақтарында кездеседі. Ал Вудро Вильсон болса 1913-1921 жылдар президент болған. Ол биліктен кеткеннен кейін, айтпақшы бұл Париж конференциясына қатысқан ақш-тың атынан, бұл биліктен кеткеннен кейін билікке Орен Гардинг келген, 21-23 жылдар аралығында билік жүргізді, және ол Вашингтон конференциясын ұйымдастырған адам. Ал Кальвин Кулич болатын болса 1923-29 жылдары президент болды. Оның кезінде мемлекет экономикаға аз араласты. Соның арқасында олигархиялық топтар пайда болды. Морган, Дюпон, Роквеллер сияқты ірі компаниялар болды. Одан кейін General Electric, General Motors, Chrysler сияқты ірі компаниялар қалыптасты. Және 1924 жылы үндістерге азаматтық құқық берді. Бірақ өкінішке орай фермерлерге қатысты заңды 2 рет қабылдамай тастады. Және де шахтерлер мен жаңағы фермерлердің жағдайын елемеді. Антикатоликтік, антисемиттік, нәсілшілдік көңіл күй жанданып дамып кеткен болатын. Кальвин Кулич кезеңін біз Америка ісі бизнес деп атаймыз. Ол просперити кезеңінің ең мықты президенті болды. Яғни 20-шы жылдарда гүлдену дәуірі болған ақшта осы Кальвин Куличпен тікелей байланысты. Кейін оның орнына тағы да бір республикашыл келеді. Айтпақшы, Гардинг, Кулич және Гувер, олар республикалық партияның өкілдері, 1929-32 жылдары билікте болған. Содан кейін ол сайлауда жеңіледі, сол тарихта жаңағы бұл кітапта жоқ. Гувер мен Рузвельт сайлауға түседі, Рузвельт жеңіске жетіп шығады. Осыны ұмытпаймыз. Так, сонымен бұл Рузвельт болады. Айтпақшы, бір мәдениет қалыптасқан негізі. Джордж Вашингтон 2 рет қана президент болған үшін барлық президенттер 2 реттен артық отырмайтын. Осы Рузвельт көп отырды. Яғни 1921 жылдан бастап бұл кісі полиомиелит деген аурумен ауырып қалды. Орнынан тұрмаса да ел басқарды. Келесі сұрақ. 1933 жылы Жапония құрамынан шығып кеткен халықаралық ұйым. Жапония қай ұйымның құрамынан шығып кетті? Әрине, Ұлттар лигасы.
1931 жылы Жапония Манчжурия деген аймаққа Қытайдың солтүстік шығысына агрессиялық саясатын бастады. Оған дейін 1910 жылы Кореяны аннексиялап алған болатын. Одан кейін 31 жылы Манчжурияны жаулап алып Манчжоу деген мемлекет құрды. Пуиді сол жерге басшы етіп қойды. Сонымен 37 жылы Қытайдың өзіне басып кірді. Енді осы ұлттар лигасына 1937 жылы кірген елді сұрайды, ол Египет болады. Және 1939 жылы 30 қарашада Хельсинкиді бомбылаған үшін ұлттар лигасына шығарылған ел бар, ол КСРО болады. Және 1933 жылы 14 қазанда ұлттар лигасына шыққан Германия мемлекеті де ұбт сұрақтарында кездеседі. Ал үштік пакт дегеніміз 1940 жылы 27 қыркүйекте болған. Бұл Италия, Жапония және Германияның арасындағы пакт, бұл 40 жыл 27 қыркүйек. Ал Антанта 1904 жылы Англия мен Франция арасында жасалған, бірақ 1907 жылы оған Ресей қосылуымен толыққанды Антанта ұйымы құрылды. Ал Біріккен ұлттар ұйымы 1945 жылы Сан-Францискода құрылды, штаб пәтері Нью-Йоркте орналасқан, 193 мемлекет мүше, және 44 жылы Думбартан Окс деп аталатын конференцияда осы Біріккен ұлттар ұйымы құру жөнінде келіссөз жасалған болатын. Келесі 1815 жылы Вена конгресінің шешімі бойынша Пруссияға өткен француз иеліктері. Осы жылғы нағыз ұбт-да мамыр-маусымда осы Вена конгресі тағы да көп сұрақ алынады. Сол себеп жақсылап дайындалыңыздар. Біз қазір курста мақсатты түрде, яғни ұбт кезең-кезеңмен дайындалып жатырмыз, яғни қаңтар ұбт-сы бөлек, наурыз, нағыз бөлек деген сияқты. Қазір бізде қаңтар ұбт-сының талдаулары жүргізіліп жатыр. Міне дүние жүзі тарих пәні бойынша біз 18 нұсқаны талдап қойдық, әлі де 30-дан аса нұсқа бар, ол қаңтар ұбт-сының нұсқалары. Одан кейін Қазақстан тарихы пәні де дәл солай, яғни әрбіріне мақсатты түрде дайындалу керек. Сол кезде 140 балл болады. Сол кезде сіздер әрбір дистрактормен жұмыс жасап, эксперттік көзқарас ала аласыздар. Сонымен Пруссияға өткен француз иеліктері, бұның жауабы әрине бізде Познань мен Гданск аймақтары болады. Бұларды білу керек. Ал Иллирия мен Табого дегеніміз енді қате. Иллирия ол Австрияға берілген жер, Табого деген Англияға берілген жер. Ал Сейшел мен Кап екеуі де, Кап провинциясы ғой, Сейшел аралдары, екеуі де Англияға берілген жерлер. Ал Триест пен Тироль деген бұл екеуі де Австрияға берілген жерлер. Және егер сұрақ бізде мынау Париж конференциясының шешімі бойынша берілді десе, онда Италияға берілген жерлер оңтүстік Тироль мен Триест аймақтары болады. Ондай да сұрақтар бізде кездеседі. Жалпы бұл конференцияны, бұл конгрессті жақсы білу керек. 1814-15 жылдары Вена конгресі өткізілген еді. Ежелгі Египет қоғамда материалдық байлықты өндірушілер. Әрине, Египет қоғам 3 таптан тұрады: билік құрушы тап, жер өңдеуші тап және құлдар табы. Ең елеусіз, бірақ саны көп құлдар болады. Бұның жауабы жер өңдеуші қауым болады. Билік құрушы тап дегеніміз ол перғауын, оның атын атауға тыйым салған, атын атаған адамға өлім жазасы бекітілген, және ол күннің ұлы деп есептелген, аспанның әміршісі деп есептелген, Ра құдайына, Хора құдайының бейнесіне теңелген болатын. Және де одан кейін тұратын салық жинаушылар деген болатын, аспан мен ніл беретін игіліктердің басшысы. Одан кейін төмен тұратын тағы да бізде барлық шаруашылық істерінің басшысы. Ол да барлығы билік құрушы тапқа жатады. Діни қауым дегеніміз қате жауап, бірақ оларда ғибадатханалар болған. Ал тау-кен жұмысшылар деген бұл Грекия тақырыбынан алынған дистрактор. Айтпақшы, сіздерді шатастыру мақсатында дистрактор алына береді. Так, жер өңдеуші қауым, осыған байланысты бір аңыз бар. Сіздер мысықты қолға үйреткен қай мемлекет екенін білсеңіздер, сол аңызды жақсы білесіздер. Ол аңыз өте керемет аңыз, осы Египетке байланысты. Келесі 1947 жылы 23 индустриал ел өкілдері қол қойған бас келісім шарт. Әрине, оның жауабы сауда және тарифтер туралы. Бұны немесе ГАТТ деп атайды. 1995 жылы осы келісім шарт дүниежүзілік сауда ұйымының құрылуына әсер еткен. 2015 жылы Қазақстан сол ұйымға мүше болып кірген болатын. Ал көмір және болат бірлестігі дегеніміз, ол бізде 1950 жылы Шуман деп аталатын сыртқы істер министрі Германияға, ГФР-ге хат жолдаған болатын.
француздың министрі ғой. Сонымен айтады, біз мына Германия француз антагонизмін жоюымыз керек, еуропалық интеграция жасауымыз керек және Еуропадағы көмір болат бірлестігін құруымыз керек деп ұсыныс айтады. Сонымен 1951 жылы Париж қаласында Еуропадағы көмір және болат бірлестігі құрылады және осы жерде 6 мемлекет жаңағы келіссөзге келеді. Ол ГФР, Франция, Италия, Нидерланд, Бельгия, Люксембург мемлекеттері. Осыларды білу қажет. Ал қаржы валюта ол 1944 жылы Бреттон Вудс деп аталатын конференция бар. Сол конференцияда халықаралық валюта қоры құрылады және де халықаралық Еуропадағы даму қайта құру банкі құрылған болатын. Ал алтын валюта қоры деген бұл қате жауап. Мысалы, Қазақстан өз алтын валюта қорын Қазақ КСР 91 жылы құрған болатын. Және доллар алтынға теңестіріліп, осының бағамы ретінде алынды. Ол дүниежүзі тарихында. Келесі 1937 жылы Австрияны қосып алуды дайындықты бастаған ел. Әрине, оның жауабы бізде Германия болады. Енді Германия дегенде үшінші рейх, 1933-45 жылдардағы тоталитарлық режим Германияда орнаған. 1937 жылы дайындықты бастайды. 38 жылы ақпан айында Курт Шушник деген Австрияның канцлеріне қысым жасап, ультиматум қояды. Сонымен 1938 жылы 11-12 наурызда 11-нен 12-не ауған түні жаңағы неміс әскері Австрия территориясына кіреді. Курт Шушник әскерге қару қолдануды тыйым салады, яғни қарсыласуға тыйым салады. Және 1938 жылы 13 наурызда Адольф Гитлер Вена қаласына салтанатты түрде кіреді. Мысалы, 1922 жылы салтанатты түрде кім кіріп еді ғой? Бенито Муссолини Римге. Немесе тағы да бізде Джузеппе Гарибальди бар, иә? Рим қаласына салтанатты түрде кірді. Міне сол сияқты Неаполь қаласына салтанатты түрде кірді. Ал Германияға Венаға салтанатты түрде кірген ол бізде Адольф Гитлер болады. Және сол 1938 жылы 13 наурызда аншлюс туралы заң қабылданады, Австрия Германияға қосылады. Сонымен Еуропа картасында тәуелсіз мемлекет Австрия жойылады. Так, Франция. Ол кезде Франция тыныштандыру саясатын ұстайды. Англия екеуі 35 жылдан 39 жылға дейін оны тарихшылар жақсы біледі. Ал Италия болатын болса, ол 1935-36 жылдар Эфиопиямен соғысып оны басып алды. Және де 39 жылы Албанияны басып алды, 39 жылы Черногорияны басып алды, және 39 жылы Словенияны бөлісті Германиямен. Ал Жапония болатын болса, ол 1910 жылы бірінші 1904-5 жылдар Ресейді жеңді, 10 жылы Кореяны аннексиялады, 31 жылы Манчжурияны басып алды, 37 жылы Қытайға басып кірген болатын. Келесі 1358 жылы Франциядағы Жакерек көтерілісі болған жер. Әрине, бұл басталған жер деген сұрақ дұрыс сұрақ болады. Яғни бізде сұрақ құрастырушылардың бәрі ойланған кезде біз ана сұрақтың яғни берілгенін дұрыстап беруіміз керек. Мысалы, мына жерде басталған жер деген сұрақ дұрыс сұрақ болады. Бавезия округінде басталған, Пикардия, Шампань, Иль-де-Франс аймақтарын қамтыған, 100 мың адам қатысқан, Гильом-Каль басқарған көтеріліс Жакерек көтеріліс деп аталады. Алым салықтың өсуі 100 жылдық соғысқа байланысты қысымға қатысты болып отыр. Және айтпақшы, 1347 жылдан бастап бүкіл Еуропада оба дерті таралған болатын, қара індет, соған да қатысты. Ал енді қалған жауаптарын алып тастайық. Пикардия ол осы Жакерек көтерілісі болған жер. Турне графтығы бұл қате жауап, мүлдем артық дистрактор ретінде алынып отыр. Ал Шампань графтығында жәрмеңке ұйымдастырылған, ол ОБТ сұрақтарында кездеседі. Келесі сұрақ. 1860 жылы Қытайдан Уссури аймағын толық қайтарып алған ел, әрине оның жауабы бізде Ресей болады. Бұл жақта айтпақшы жолбарыстар болады. Уссури жолбарысы, Амур жолбарысы деп бөлінеді өзі. Так, Ресей мен Қытайдың арасында екі келісімшарт ОБТ сұрақтарында көп кездеседі. Оның бірі 1689 жылғы Нерчинск келісімшарты, оны 3-ші Вильгельм Аранский мен даңқты революция, адам құқықтары туралы биллмен қатарласа жаттауға болады. Және осы 1689 жылғы Нерчинск келісім шартына сәйкес Ресей Қытайға Амур өзенінің жағалауын берген болатын.
Ал 1858 жылы жасалған Айгүн келісімшарты бойынша керісінше Амур өзенінің сол жағалауын Қытайдан тартып алған. Және де Пекинде өз елшілігін басқа қалаларда өкілдіктерін ашуға рұқсат алған және Қытаймен сауда қарым-қатынасын орнатуға рұқсат алды. Ал Уссури аймағын 1860 жылы Пекин конвенциясынан кейін қосып алды. ақш ол Тяньзин келісімшартына қатысқан 1858 жылғы және сол арқылы ақштың кемелері Қытайдың порттарына тоқтауға рұқсат алады. Ал Англия мен Франция екеуі Тяньзин келісімшартын жасады, Янцзы өзені бойында сауда жасауға құқық алды, апиын саудасына шек қойылмайтын болды және де өз елшіліктерін ашуға рұқсат алған болатын және азаматтарының емін-еркін жүріп тұруына рұқсат алды. Ал Англия өзі бөлек келісімшарт жасаған, ол келісімшарт бізде Нанкин деп аталады. 1842 жыл Қытай 5 портын ашып береді, Гонконгты шектеусіз мерзімге ағылшындарға береді және Қытай орасан зор көлемде контрибуция төлейді. Гуньхан сауда монополиясы жойылады, ол да келеді. Және Чифу конвенциясында жасаған, ол бойынша 4 портты да ашып берген болатын. Осыны ұмытпаймыз. 60 жыл. Келесі сұрақ. Айтпақшы бір сұрақ қоя кетейін, комментарияға жаза салыңыздар. 1860 жылы Америка тарихында қандай оқиға болды? Ол да бір 2023 па 22 жылғы ұбт сұрағына алынған. Келесі. 19 ғасырдың бірінші жартысында Ресейде декабристер бірінші болып ұсынды. Әрине олар ұйымдар құрып, іс-қимыл бағдарламаларын жасады. Жалпы декабристер құтқару одағы дегенді құрған болатын, Муравьев дегенді білетін шығарсыздар. Одан кейін ол әлеуметтік қамтамасыз ету одағына ауысқан болатын. Халықты тәрбиелеу керек революцияға деп ойлады. Және екі одаққа кейін бөлінді. Оңтүстік одақ Украина жерінде құрылды. Пестель басқарған Русская правда жобасын жариялап, азаматтық құқықтар мен бостандықтарды жариялады. Және де Ресейді республика деп жариялады және сословиялық бөліністі жойды. Және солтүстікте, жаңағы бізде солтүстік одақ Петербургта құрылған болатын. Екі одақ жаңағы декабристер көтерілісін 1825 жылы 14 желтоқсанда ұйымдастыруды көздеді. Әсіресе солтүстік одақ. Жұмыс күнін қысқарту талаптары деген ол марксистердің талаптары болады. Мысалы 1883 жылы Женевада құрылған Плеханов құрған еңбектен босату ұйымы осы жұмысшылардың талабын қорғады және олар террорлық тактикасынан бас тартып социалистік идеяларды үгіттеді. Ал жаңа конституция жобасын ұсынғандар болды. Соның ішінде жаңағы Русская правда, Пестельдің жобасы. Жалпы халықтық сайлау заңы дегенде ол да қате жауап болады. Бұл 1905 жылы 2-ші Николайдың кезінде болды және 1906-1907 жылдары жалпыға ортақ мемлекеттік дума шақырылған болатын империяда. Келесі сұрақ. Фашистік блок мемлекеттерінің әлемді аумақты қайта бөліске салып, үстемдік орнату үшін жүргізілген саясаты, әрине оның жауабы жаңа тәртіп болады. 1936 жылы Жапония мен Германия антикоминтерндік пактіге қол қойған, 37 жылы оған Италия қосылды. Сөйтіп Берлин, Рим, Токио үш бұрыш пайда болған еді. Бұлар жаңа тәртіпті орнатпақшы болады және 1940 жылы 27 қыркүйекте үштік пактіге үшеуі қол қояды. Ал жаңа бағыт дегеніміз ол 1933-41 жылдар аралығындағы Франклин Делано Рузвельттің кейнсшілдік теорияға негізделген реформалық жобасы ақш-та әлемдік дағдарыстан алып шыққан социал либералды реформашылық жол. Либералды реформашылық жол деп жаттайсыздар. Үлкен секіріс деген 1958 жылы Қытайда жасалған коммунистік қоғам құруға бағытталған Мао Цзедунның саясаты, яғни индустриализацияны күрт жеделдетті және де жерді қоғамдастыру саясаты басталды және еңбек өнімдерін теңгерменшілік бөлу қағидасы енгізілді. Ал бейтараптылық деген 1935 жылы Франклин Делано Рузвельттің қол қойған саясаты, яғни ешқандай блокқа, ешқандай әскери қақтығыстарға қатыспау. Бірақ 1937 жылы Қытай Жапония агрессиясына ұшыраған кезде осы саясаттан ақырын бас тарта бастаған еді. Келесі, 1987 жылы қысқа қашықтықта ұшатын зымырандарды жою туралы келісімге қол қойған мемлекеттер, әрине ол КСРО мен ақш болады. Бұл Вашингтон келісімі деп аталады. Ол жерде
Рональд Рейган 1981-89 жылдары президент болған, және 1985-91 жылдары КСРО-ның алғашқы және соңғы президенті болған Горбачев екеуі кездесіп, орта қашықтықтағы және шағын қашықтықтағы зымырандарды шектеу туралы келісімге қол қойды. Оған дейін 86 жылы КСРО мен ақш өкілдері Рейкьявик қаласында, 85 жылы Женева қаласында кездескен. КСРО мен Қытай Қазақстан тарихындағы 1969 жылғы Дамман аралы мен Жалаңаш көлдегі оқиға осы КСРО мен Қытайдың арасындағы қақтығыс. Оны жақсылап оқыңыздар. Биылғы жылы өте көп сюрприздер болады. КСРО мен Қытай өзара дос айтпақшы. 1945 жылы Қытайды азат еткен КСРО, сол себепті коммунистік режим орнаған болатын. Ал КСРО мен Франция бұл Шарль де Голльдің кезінде 1958-69 жылдар жақсы араласты. Шарль де Голль тіпті 66 жылы КСРО-да болды. Шарль де Голльдің саясат деген көп жауапты сұрақтарда бұрындар келетін. 22 жылы жаңағы Американың сыртқы саясатына бағынбады және Американың әскери базаларын жапты, КСРО-мен байланысты жақсартты, НАТО-дан шықты деген жауаптар ол Шарль де Голль сұрағының жауаптары болды. Және ақш пен Италия дегеніміз, әрине ол да бізде қате жауап болады, бірақ екеуі 1941 жылы 11 желтоқсанда бір-біріне соғыс ашқан болатын. Яғни Германия мен Италия ақшқа соғыс жариялады, себебі ол Жапонияның одақтасы болады. Келесі, бізде айтпақшы курста әрбір ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін бөлім-бөліммен жеке-жеке тақырыптық тест беріледі сіздерге, 120 дүниежүзі тарих пәні бойынша. Және де сіздерге әрбір кезең бойынша қай жыл қандай база келді, қандай сұрақтар тұр, барлығы беріледі. Яғни соны қарайсыздар. Және тікелей эфир қаңтар ұбытысы өзімен өтеді. Барлық сұрақтарыңызды еркін қоя аласыздар. Яғни ол курстан қалып қоймаңыздар. КСРО-да индустрияландыру барысында туындаған қиындықтар. Әрине оның жауабы ауылдарға артық ауыртпашылық жасау. Себебі КСРО-дағы өнеркәсіп төңкерісі бүкіл әлемдегідей болған жоқ. Яғни батыс Еуропада мысалы бірінші аграрлық революция, сосын өнеркәсіптік революция болатын. Ал КСРО-да керісінше болды. Яғни 1925 жылы индустрияландыру бағытын жариялап алды да 14-ші съезде және 15-ші съезде 27-ші жылы ұжымдастыру жариялады. Яғни кейін жүрді ұжымдастыру. Сол себепті ауылдарға артық ауыртпашылық жасалды. Ал индустрияландыру жылдары басталған шақта Біріккен ұлттар ұйымы жоқ еді. Ол 45-ші жылы құрылған. Импортқа тікелей тәуелділік деген қате, яғни КСРО барынша импортты азайтпақшы болған. Индустрияландыруды жүргізген кезде, яғни сатып алушы ел емес, жаңағы қорғаныс саласындағы немесе жаңағы машина техниканы, керісінше өндіруші елге айналғысы келген. Қалаларда экономикалық құлдырату деген қате жауап болады. Бұл яғни керісінше ауылдарға ауыртпашылық салды. Келесі, айтпақшы қалаларда нанмен қамтамасыз ету қиын болған. Германия мен Австрия одағына 1915 жылы қосылған ел. Біріншіден, мынау Австро-Герман одағы деген 1879 жылы кітапта қате берілген, 7 қараша деген қате, 7 қазан болу керек. Міне сол Австро-Герман шартына қол қойылады 1879 жылы. 1882 жылы мамыр айында оған Италия қосылады. Бұл бізде үштік одақ деп аталады. Соған 1915 жылы Болгария қосылады. Және 1914 жылы Осман империясы қосылады. Және Италия 15 жылы шығып кетеді. Сонымен бұл төрттік одақ болады. Германия, Австро-Венгрия, Осман империясы, Болгария. Бірақ төртеуі де соғыста жеңілді. Енді Испания дегеніміз 1939 жылы антикоминтерндік пактіге кірген. Испания, одан кейін Венгрия, Манчжоу. Айтпақшы, бірінші дүниежүзілік соғысқа байланысты керемет бір сұрақ келеді. Бейтараптылық сақтаған елдер деген, оның ішінде Испания бар. Ал Финляндия болатын болса, бұл мына Болгария, Финляндия, Румыния, Дания, Хорватия және Словакия 41 жылы антикоминтерндік пактіге кірген 6 мемлекет. Оларды да жатқа білу керек. Португалия, олар мына Испаниядағы азамат соғысына көмек көрсеткен ел болады фашистерге. Жаңағы Италия, Германия 200 мың әскер кіргізеді, және осы Португалияның да әскері болған екен. Кандор легионы дегенді білесіздер, иә? Нені бомбылаған Мадрид қаласын. Так, Болгария дұрыс жауап. Германияның Рейн облысына мерзімнен бұрын одақтастардың оккупациялық әскерлерін шығарудың алғышартын қалыптастырған жоспар 1929 жылы қабылданған. Бұл өнеркәсіптік кешенін Германияның қайта қалпына келтіруге мүмкіндік берген. Бұл Юнг жоспары болады.
жалпы көлемін қысқартты деп кездеседі тағы да. Репарациялық төлемдердің жалпы көлемін қысқартқан Юнг жоспары. Оны Юнг деген адам жасаған, сол себепті Юнг жоспары деп аталады. Ал тағы да бізде екінші жоспар бар. 1924 жылы Чарльз Даус деген адам жасаған Даус жоспары. Ол Германия мен Батыс Еуропадағы ақш-тың қаржы гегемониясын орнатады, және ақш пен Англия банктері несие береді Германияға, бірақ көп бөлігін ақш берген. Бұл жаңағы Германияның өнеркәсіптік өндірісін қайта қалпына келтірген жоспар, ол Даус жоспары болады. Енді Трумен доктринасы 1947 жылы қабылданған коммунизмді тежеу жоспары, және осы жоспарға сәйкес Грекия мен Түркияға әскери экономикалық көмек берілген. Маршалл жоспары дегеніміз 1947 жылы қабылданған, бұл ақш-тың мемлекеттік хатшысының жоспары, және ол Еуропаны қайта қалпына келтіру жоспары деп аталады екінші дүниежүзілік соғыстан кейін. Бірақ оны КСРО Еуропаны қанау жоспары деп атаған. КСРО, Финляндия сияқты социалистік мемлекеттер қосылмаған, енді Финляндия социалист болмаса да қосылмады. Бірақ тағы да ұбыту сұрақтар келеді. 1950-53 жылдары осы Маршалл жоспарына кірген азиялық елдер деген ұбыту сұрағы бар. Оны да жақсылап қараңыздар. Шлиффен деген 1914 жылы Францияны тез арада басып алу жоспары, бұл жаңағы Люксембург, Бельгия арқылы жаулап алу жоспарын айтады. Бірақ оны Марна шайқасы тас талқан етті. 1914 жылы Германия әскері Марна түбінде француздардан жеңілді. Француздар Прусс соғысында жеңілген есесін қайтарды. Бұл да адамның атымен аталады, Шлиффен деген генерал жасаған. Тағы да сіздерге Висла Одер операциясын білу керек, Багратион операциясын білу керек, Дунай операциясын білу керек, Оверлот операциясын білу керек, және де жоспарлардан тағы да бізде Тайфун жоспарын білу керек сіздерге. Енді дистракторларға құрастырушылар Эдельвейс, Вайс сияқты, Цитадель сияқты жоспарларды ала береді. Оларды да жалпы воображение болу керек. Ол туралы сіздер соображать етіп тұруларыңыз керек. Так, келесі. Кавурдың 3-ші Наполеонмен құпия кездесуінде кесілген шарт. Әрине, оның жауабы бізде Австрия шабуылдағанда Франция көмекке келуге міндеттелді. Енді бұл 1858 жылғы ахуалғы шамамен 59 жылы соғыс басталады. Сардиния корольдігі Италия бір жақ, одан кейін Австрия және Франция. Енді негізгі мәселе Венеция мен Ломбардия болып тұр, өйткені ол Австрияға берілген болатын. Сол жерлерді алу керек болды. Жаңа Тироль крест деп атап жүрміз ғой біз Вена конгресіне. Міне сол жерлер. Сонымен мына 3-ші Наполеон мен Камило Бенсакаур кездесіп, бұлар келіседі. Егер Ломбардия мен Венецияны азат етуге көмектессе, онда Ницца мен Савояны соның орнына біз береміз дейді. Ницца мен Савоя деген ол жаңағы француздар орналасқан Италия Сардиния корольдігіне қарайтын аймақтар. Дәл осыған ұқсайтын Иран тарихында бір оқиға бар. Яғни ағылшын елшісі Малкольм Иран шахына сондай бір талаптар қояды. Соның бір талабы былай болатын: егер француздар Үндістанға шабуыл жасаса, онда Иран шахы өз әскерін Ауғанстанға келу керек деген. Екі ел арасында Германияға қарсы біруге келісілді деген қате жауап болады. Бұл мүлдем қате. Бұл Германияға астыртын түрде келісілген ол Антанта. Бірде бір сөз Германияға қарсы болмаса да, ол түсінікті, ол Германияға қарсы екені. 1907 жылы Англия мен Ресей келіскен. Ал Пруссия шабуылдағанда Италия көмекке келуге міндеттелді деген қате жауап. Пруссия бұл маңда емес, яғни олардың арасын Австрия бөліп тұр. Өзара экономикалық байланыс ол 1949 жылғы социалистік елдер Румыния, Польша, Венгрия, Болгария, КСРО сияқты, Чехословакия сияқты мемлекеттердің жаңағы экономикалық тұрғыдан бірігуін айтады. Келесі сұрақ. 1949 жылы экономикалық өзара көмек кеңесіне мүше болған мемлекет, міне оп-оңай, бұның жауабы әрине Польша болады. Ал Англия 1973 жылы Еуропалық экономикалық қауымдастыққа қосылған. Ал Италия мен Франция бұлар басынан бастап 1951 жылдан Еуропалық көмір болат бірлестігіне кірген, және 92 жылы ол Еуропалық одақ болып аяқталған болатын. Оған дейін 85 жылғы Шенген қаласындағы визалық және төлқұжатты бақылауды жаңағы төмендету, яғни шектеу жөніндегі мәселелерге еркін экономикалық қоғамдастық жасады ғой, кедендік еркіндік жасады. Келесі 23-ші сұрақ. Айтпақшы, 49 жылы осы
Польша осыған қосылса, 55 жылғы Варшава шарты ұйымы осы Польшада құрылған болатын. Ол әскери ұйым социалистік елдердің. Түсінікті? Айтпақшы 49 жылы НАТО-да құрылған болатын. Оны да ұмытпаймыз. Мынаны СЭФ деп атайды тарихшылар. Келесі, Михаил Сергеевич Горбачевтың басшылығымен КСРО-ның саяси саладағы жаңаша ойлау тұжырымдамасы. Жалпы Горбачев 85 жылы билікке келгеннен бастап ол жариялылық, ашықтық деген мәселелерді қозғай бастады. 87 жылы қайта құру деген жобаны ұсынған болатын. Бәрін жаңадан жасаймыз деп саяси, әскери, экономикалық, гуманитарлық саладағы өзгерістерді жасады. Саяси салада бұл халықтардың егемендік құқықтарына құрметпен қарау мәселесін қозғады. Ал ядролық соғыстан бас тарту, үшінші елдерге қарсы агрессия жасамау, яғни ол соғыстарды шектеу бұл бізде әскери салада. Геноцид, нәсілдік кемсітушілікке жол бермеу бұл гуманитарлық салада, және мәдени сала. Мынау да мәдени сала, яғни ғылым, білім, өнер саласындағы ынтымақтастықты нығайту деген гуманитарлық сала болады. Сонымен дұрыс жауабы халықтардың егемендік құқықтарына құрметпен қарау. Бірақ шын мәнісінде бұл орындалған жоқ. Оны сіздер 86 жылғы желтоқсан оқиғасынан білесіздер. Сосын Тбилиси оқиғасы бар, тарихта болған. Олар халықтың құқығын таптаған болатын. Ұлы моғол мемлекетінде заминдар, феодалдық жекеменшіктегі жерлер кімдерге берілді? Әрине, оның жауабы жергілікті үнді ақсүйектеріне. Діни мектеп меншігіне берілген жерлерді вақыфтық жерлер дейді. Мешіт, медресе, мектеп десе ол вақыфтық жерлер. Мұсылман дінбасыларына берілетін жерді инам деп атайды. Инам. Жат жерлік жалдамалы әскерлерге деген, бұл әсіресе орталық Азиядан келген мұсылмандар, оларды жагирлер, жагир деп атайды. Жагир берілген жер, жагирлер оның иесі, бұл Аурангзеп тұсында мұсылмандардың тірегіне айналған ірі әскер болады. Осыны ұмытпаймыз, жагирлер дейді. Так, Аурангзеп падишахтың тұсында ұлы моғол мемлекеті неше субаға бөлінді, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Айтпақшы, мен сұрақтар қоямын ғой, соны тайм-код қойып жазыңыздар, иә? Жақсы, келесі. 1823 жылы қабылданған Монро доктринасының негізделген идеясы. Әрине, оның жауабы бізде еуропалық мемлекеттердің ақш-тың ішкі істеріне араласпау болады. Монро доктринасы бойынша республикалық билікті қолдайтын жариялады, монархиялық билікке қарсы екенін жариялады. Америкалықтар үшін деген аумақтық патриоттық қағидат жариялады, яғни Латын Америкасында болсын, оңтүстік, солтүстік болсын, еуропалықтар араласпасын, өзіміз өмір сүреміз деген сөз. Және де бұл жобаны Джеймс Монро деген ақш-тың президенті жариялады. Қалғанын алып тастаймыз. Еуропа елдері мен ақш-тың сыртқы саясатта бір бағытта болу деген, бұл екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі қырғи қабақ соғыс кезіндегі биполярлы жүйе болады. Ұмытпаңыздар, әсіресе Ұлыбритания тақырыбы, сол тақырыпты екінші дүниежүзілік соғыстан кейін жақсылап оқыңыздар. Континентаралық сауда жолдарының бағыттарын кеңейту дегеніміз, бұл бізде ұлы географиялық ашулардың нәтижелерінің бірі, және ұлы жібек жолы, ол бізде құрлық аралық ірі бағыттарды кеңейткен. Халықаралық ынтымақтастықты қолдау, бұл біріккен ұлттар ұйымының мақсаты болады. Так, суретте Людвиг Эрхард берілген. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ГФР-дің экономикалық саясаты негізделген теорияны белгілеңіз. Жалпы 1945 жылы соғыс аяқталғаннан кейін ұзақ уақыт бойы Германия оккупацияда болды. Яғни 49 жылға дейін. Яғни 1946 жылы батысында Бизония қалыптасты, яғни Ұлыбритания мен ақш. 48 жылы Франция қосылып Тризония болды. Одан кейін шығысында КСРО ықпалы болды. Бұл жалпы 4 зонаға бөлінген болатын сол кезде. Ал 49 жылы 7 қыркүйекте ГФР құрылды, осы 7 қазанда ГДР құрылған болатын. ГДР деген шығысы астанасы Берлин, ГФР деген астанасы Бонн деген батыс Германия болады. Енді бұның теориясы әлеуметтік нарықтық экономика. Дәстүрлі экономика деген ол айырбас жүйесі ғой, бұрынғы ескі аграрлық экономика дейді бұны. Жоспарлы деген ол социалистік елдерде болады, 5 жылдықтарға бөлінеді, мысалы КСРО, Қытай, Солтүстік Корея, Куба және 1945-90 жылдар аралығындағы шығыс Еуропа деген сияқты. Ал әскери экономика деген 1933 жылдан 1945 жылға дейін фашистік үшінші рейхтің кезінде болған еді. Тоталитарлық жолмен әлемдік дағдарыстан шыққан. Әлемдік дағдарыстан шығудың 3 жолын білулеріңіз керек. Оны мен өзімнің жеке парақшама чек-листтерді салып қоямын. Инстаграмда соған да жазылып алыңыздар. Алдоңғаров онлайн деп аталатын канал, соған жазылып алыңыздар.
Келесі, тарихи білімдеріңізді пайдаланып, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін батыс Германияда әлеуметтік нарықтық шаруашылықтың оңтайлы үлгісін құруға қол жеткізген тұлғаны белгілеңіз. Әрине, оның жауабы Людвиг Эрхард болады. мына Эрих Хонекер деген 1989 жылға дейін ГДР-дің президенті болған адам, ГДР-дің төрағасы болды. Шығыс Германия, бұл ГФР-ге қатысы жоқ, түсінікті? Эрих Хонекердің Леонид Ильич Брежневпен амандасуын білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Өте керемет масқара сұмдығы амандасады бұл Эрих Хонекер. Ал Герхард Шредер деген, бұл Ангела Меркельдің алдында ГФР-дің канцлері болған. Герхард Шредер деген ұзақ жыл бойы отырды, Путиннің жақын досы болған адам. Ал Джон Мейнард Кейнс деген, бұл бізде макроэкономикалық теорияның негізін қалаушы, және осы теория бойынша батыс елдері әлемдік дағдарыстан шықты, соның ішінде Америка құрама штаттары. Людвиг Эрхард қаржы министр болған 49-63 жылдары, Конрад Аденауэр канцлердің кабинетінде, осыны ұмытпаймыз. Так, енді тарихи білімдеріңізді пайдаланып, нарықтық жүйенің негізгі модельдері мен олардың ерекшеліктерін сәйкестендіріңіз. Айтпақшы, ұбт сұрағы құрастырылған кезде, мысалы, кітап беріледі ғой. Мысалы, сол жерде экономика туралы тақырып келіп қалса, онда кез келген кітапта ұқсас ақпараттың барлығы сұраққа алына береді. Мысалы, америкалық модель деген, ол тек қана 9-шы сынып 2-ші бөлімде емес, және 11-ші сыныптың 1-ші бөлімінде де бар. Сол үшін соны бәрін қарау керек. Так, енді бірінші америкалық модель, ол Б нұсқасы болады. Ұлттық табысты, так, бұл болмайды екен. Америкалық модель деген кәсіпкерлікті, белсенділікті жан-жақты қолдау жүйесіне, халықтың аса белсенді бөлігін байытуға бағытталды деген дұрыс жауап болады. Сонымен 1А. Яғни бұлар байларды көбінесе белсенді жағын байытады, Америка. 1А болады. Шведтік модель. Міне ол Б нұсқасы. Ұлттық табысты әлеуметтік жағдай төмен халықтың пайдасына бөліп беру есебінен мүлік теңсіздігін азайтуға бағытталған әлеуметтік саясат. 1А, 2Б, 3А. Міне дұрыс жауап. Яғни шведтік модельде барлығын әлеуметтік тең еткісі келеді. Яғни бұлар социалистік. Бұл жерде өзі швед социалистік жұмысшы партиясы деген бар, 32-ші жылдан бастап отырған, соның бұл бағыты болған. Ал германдық модель дегеніміз, бұл орта мекемелерді, фермерлік шаруашылықтарды ерекше қамқорлықты ұстайды. Мемлекет бағаны, салықты, техникалық нормаларға белсенді әсер етеді. Келесі сұрақ. Тарихи білімдеріңізді пайдаланып, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін неміс экономикалық ғажайыбына әсер еткен факторлардың бірін анықтаңыз. Так, бұның жауабы тоталитарлық режимнің құрылуы деген қате жауап болады. Керісінше 45-ші жылы құлады, өйткені 30-ші сәуірде Гитлер өліп қалды. Республикалық жүйені тоталитарлық жүйеге, диктатураға, мына жерде қате кетіпті. Диктатураға алмасу дегенде қате жауап болады. Бұл мысалы бізде КСРО. Тоталитаризмге 24-ші жылы Ленин қайтыс болған, түбегейлі ауысады. Өйткені билікті Сталин алған болатын. Так, өндіріс пен экономиканың жоғарғы шоғырлануы деген дұрыс жауап. Ал жаңа экономикалық саясат деген ол бізде Махатхир Мұхаммадтың саясаты, және де 1921 жылы 10-ші съезде қабылданған КСРО-ның саясаты болады. Тарихи білімдеріңізді пайдаланып, дұрыс дәйекті анықтаңыз. Так, Эрих Хонекер, жаңа айттым, ол ГДР-дің басшысы болған. Сол себепті бір қате. Мына жерде Людвиг Эрхард болу керек. Так, сонымен бір қате. Екі дұрыс. Яғни бұл ордолиберализм идеясы көмектесті. Екі бізде екі жауапта бар. Так, бір қате болды, сонымен мынау дұрыс. Ордолиберализм Фрайбург мектебінің ғылыми бағыты екені рас. Осы саясат бойынша олар герман экономикалық ғажайыбына жетті. Конрад Аденауэр канцлер болды 49-63 жылдары, ал қаржы министрі Людвиг Эрхард болды. Ал мына жерде не қате? Фрайбург мектебінің негізгі қағидаты әлеуметтік нарықтық шаруашылықтан авторитарлық әскери экономикаға көшу. Наоборот жазылып тұр. Әскери экономикалық жағдайдан әлеуметтік нарықтық шаруашылыққа көшу болады. Сонымен 2 мен 3 дұрыс. Келесі, кеңес үкіметі жүргізген экономикалық саясаттар мен жүргізген шараларын сәйкестендіріңіз. Әскери коммунизм саясаты. Бұның жауабы әрине бізде азық-түлік салғыртын орындаушы қарулы жасақ ұйымдастыру деген болады. Жаңа экономикалық саясат деген бұл бізде экономикаға капиталистік қатынастарды уақытша енгізу деген болады. Қалған жауаптарын алып тастайық.
Экономиканың тәуелсіздігін қамтамасыз ету ол индустрияландырудың мақсаты. Шетел капиталын көптеп әкелуге жол ашу деген ол КСРОның мақсаты емес. КСРО ол социалистік ел. Ол көбінесе батыс елдермен олай жақсы араласқан жоқ. Инвестиция құю деген ол екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Корея, Жапония сияқты мемлекеттердің тікелей саясаты болады. Так, келесі. Батыс елдері, шығыс елдері дейді. Енді бұл оңай. Батыс елдерінде өнеркәсіп төңкерісі орын алды, ал шығыс елдерінде дәстүрлі шаруашылық сақталды. Иә. Енді бұл кесте 7 сыныптағы Нұржамал Алдабек кітабы. Соны қарайсыздар, сол жерден де сұрақ алынады. Биылғы жылда өте көп қызықты сұрақтар болады. Келесі. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін келісімшарттармен қабылданған шешімдерді сәйкестендіріңіз дейді. Так, мынаны дұрыс белгіледік, иә. Версаль. Версальда Германия толығымен Африка, Азиядағы отарларынан айырылып қалды. Оның ішінде сіздер білетін Того, Камерун 84-85 жылдар жаулап алған, және Шығыс Африка, Оңтүстік Батыс Африка деген сияқты жерлер, және анау Шандун түбегіндегі Циндао қаласымен бірге. Так, Вашингтон деген ол Тынық мұхитында орналасқан мемлекеттер күштер арақатынасын қайта қарады, теңіз қаруларын қысқартты дейді. 4 держава трактаты, 5 держава трактаты және 9 держава трактаты. Қалған жауаптарын алып тастайық. Германияның репарациялық міндеттерінің жалпы көлемін қысқартқан ол бізде Юнг жоспары деп аталады. Чехия аумағында америкалық Богемия, Моравия протекторат құрылды дейді. Бұл қате, бұл германдық протектораттар Богемия мен Моравия деп аталады, немесе Чехия, Моравия деп те кездеседі. Келесі. 56 жылы социалистік үкіметке қарсы қарулы көтеріліс орын алды. Бұл әрине Венгрия болады. Венгрия мемлекеті КСРО-ға қарсы, оның ұйымдарына, социалистік жүйесіне қарсы шықты. Ал мына қозғалыс әрине ол бізде Чехословакияда болады. Прага көктемі деп аталады. Дунай операциясы бойынша Чехословакияға әскер кіргізіледі. Оны Брежнев қолдаған болатын. Польшада 80-ші жыл болады, ол да ұбыт сұрағында кездеседі. Ал Румынияда 89-шы жыл. Николай Чауческу деген өзінің әйелі Елена Чауческумен бірге өлтірілген болатын. Ион Елеску деп аталатын президент билікке келді. Келесі сұрақ. Барқыт революциялары биылғы жылы ұбытта тоже келеді тағы да. Келесі. Бас ассамблея. Бас ассамблея деген ол бізде барлық мүшелері кіретін Біріккен ұлттар ұйымының ұйымы. 1945 жылы құрылған 193 мемлекет мүше қазіргі кезде бас ассамблеяға. Бастапқы кезеңде 51 мемлекет болған. Қауіпсіздік кеңесі дегеніміз ол тұрақты жұмыс істейтін басқарушы орган. Оны білетін шығарсыздар. 5 тұрақты мүшесі бар, оның ішінде Англия, Франция, Қытай, ақш және Ресей. Және 10 тұрақсыз мүшесі болады. Қазақстан 2017-2018 жылдары тұрақсыз мүшесі болған. Халықаралық сот деген ол Гага қаласында, ол халықаралық сот бөлек өзі. Білім, ғылым, мәдениет жөніндегі ұйымы, әрине оның бізде не деп аталады? ЮНЕСКО деп аталады. Оны да білетін шығармыз. Так, келесі сұрақ. Так, көп жауапты сұрақ. Қызыл балық, фовизм, суретші Анри Матиздің туындысы берілген. Анри Матиз айтпақшы француз, фовизм деген өзі бұл да авангардтық бағытқа жатады, және модернистік бағыт әрине. Модерн 20 ғасырдың басында Францияда пайда болған отаны. Бұл Анри Матиз фовизм. Фовизм деген жабайы деген сөзді білдіреді. Мына қызыл балықтарды Марокко елінен ең алғаш көріп, Анри Матиз суретін салған. Так, 20 ғасырдың басында бейнелеу өріндерінде қалыптасқан модернизмнің фовизм бағытына тән ерекшеліктер. Әрине олар әртүрлі түстерді бір-бірімен үйлестіреді өзі. 4 ерекшелігі бар: сәндік, жайдарлық, әртүрлі түстердің үйлесімділігі, түрлі түсті экспрессия. Осы 4-еуін жаттап алыңыздар. Сәндік пен жайдарлық болады дұрыс жауабы. Бұл фовизм. Енді қалғанын алып тастайық. Нақты заттар мен жаратылыстарды бөлшектеу кубизм деп аталады. Заттарды геометриялық фигураларға дейін ықшамдау, бұл да кубизм деп аталады. Шынайы нәрсені бейнелеуге тырыспау абстракционизм деп аталады. Және дақтар мен сызықтар түстер үйлесіміне ерекше мән берген, ол да абстракционизм. Енді фовизмнің өкілі Анри Матиз міне көрініп тұр, француз суретшісі. Ал мынау кубизмнің негізін қалаушылар 1908 жылы ол Фернан Леже, Жорж Брак және Пабло Пикассо болады. Одан бөлек Марсель Дюшанды да қосасыздар. Марсель Дюшан негіз дадаизмнің өкілі, Хаусман, Тристан Цар бар, және осы Дюшан бар.
Ал абстракционизмнің өкілдерінен Василий Кандинскийді айтуға болады, импровизация туындысының авторы. Және де кімді Казимир Малевичті айтуға болады, өзінің жеке бағыты супрематизмнің негізін қалаушы. Және де Қара шаршы дегенде картинасы бар. Одан бөлек Пит Модренді айтамыз абстракционизмге, және Дюйсбург деген суретші бар. Бұл бізде абстракционизм. Так болды, қалғанын алып тастадық. Енді кубизм көп қой, сурет өнерінде әйел портреті деген бар, айна алдындағы қыз деген бар, скрипка және герника деген Пабло Пикассоның 4 шығармасы лото сұрақтарында кездеседі. Так, бұл дұрыс болды. Келесі. Мао Цзедунның Қытайда коммунистік қоғам құру жолында жүргізген саясаттары. Так, үлкен секіріс және мәдени революция. Үлкен секіріс 1958 жылы басталды. Жаңа демократия деген бүгін саясаты болған. Бұл индустрияландыруды күрт жеделдетті, жаңағы бөлудің теңгерімдік идеясын енгізді және жерді өндірістік қоғамдастырды. Бұл таза коммунистік қоғам құрам деді 3 жылдың ішінде. Бірақ бұл алапат шығынға алып келді, ашаршылық орнады, сәтсіздіктер көп болды. Мысалы, біз торғай оқиғасын білеміз, иә. Және 1966 жылы осы саясатқа қарсы шыққандар, Маоға қарсы шыққандарды тазалау үшін науқан жүргізді. Оны осы мәдени революция деп атайды. 66-76 жылдары Мао Цзедун қайтыс болғанға дейін жүзеге асты. Және Хунбивин жастар тобын пайдаланып, оппозицияны жойды, яғни партияның ішіндегі Мао Цзедунға қарсы адамдарды. Соның ішінде Дэн Сяопинді биліктен аластатты. Дэн Сяопин бірақ 77 жылы билікке қайтып келді, 89 жылға дейін. Алтын бесжылдық деген қате жауап болады. Бұл жалпы бізде КСРО саясатының бірі болады, алтын бесжылдық. Ұлы Бетбұрыста КСРО саясаты 1927 жылы жаңағы Сталин жариялаған. Ал жаңа экономикалық саясат, бұл да КСРО болады 1921 жылы, және Махатхир Мухаммадтың саясаты бар, Малайзияның реформаторы. Бір ел екі жүйе дегенімізде ол да Мао Цзедундік емес, бұл Дэн Сяопин саясаты 20 ғасырдың 80 жылдардың аяғында ұсынып кеткен, бірақ 90 жылдардың аяғында Гонконгты 97 жылы Ұлыбританиядан қайтарып алады, Сянган деген жер, және 99 жылы Ауымынды, яғни Макаоны Португалиядан қайтарып алады. Сол бір ел екі жүйе деген сол мемлекеттерге, сол аумақтарға қатысты болады. Келесі сұрақ. Қос өзенде 4-ші мыңжылдықтың соңы 3-ші мыңжылдықтың басында пайда болған суретті жазу түрлері. Әрине, ол сына жазу, немесе оны пиктография дейді. Пиктос сурет дегенді білдіреді, графо жазамын деген. Бұл суретті жазу. Фонография дегеніміз бұл бізде дыбыс, және графо жазамын деген мағынаны білдіреді. Бұл дыбысталуын білдіреді әріптердің. Бұл 11-ші сыныптың 2-ші бөлімінен алынған сұрақтар ғой. Арамей тілі дегеніміз парсылардың тілі. Бұл 10-шы сыныптың 2-ші бөлімінен алынған. Парси империясы деген тақырып антикалық империялар тақырыбынан құрастырушы өте шебер болып тұр. Ал руна дегеніміз ол бізде 11-ші сынып 2-ші бөлім. Руна Готланд аймағында, қазіргі Скандинавия түбегінде жақсы дамыған, және де түркі халықтарының ішінде таралған болатын. Құпия деген мағынаны білдіреді. Каллиграфия деген әдемі жазу түрі, бұл ежелгі арабтарда болған орта ғасырлық әдемі жазу жүйесі, арабески деп аталады, және Қытайда болған каллиграфия деген жақсы дамыған орта ғасырлық Қытай. Ал иероглиф деген бұл Египетте пайда болған, Корея, Жапония, Қытайға таралған. Ал қағаз иероглифтік жазба дегеніміз ол бізде Қытайда пайда болған еді. Сонымен дұрыс жауап тек қана пиктография болады. Келесі сұрақ. 18 ғасырда деспотизмге қарсы жазылған заңдардың рухы туралы еңбектің авторы. Енді бұл 1748 жылы жазылған еңбек. Бізде Қазақстан тарихында Нұралы ханның хан сайлануы, және Қаратайдың да Қаратай деппін ғой, Батырдың хан сайлануы. Батыр мен Нұралы хан болған жыл, Әбілқайырдың қайтыс болған жылы 48 жыл. Сол жолы Шарль Луи Монтеске заңдардың рухы деген еңбек жазады. Сол жерде деспотизм, республика, конституциялық монархияны бөліп көрсетеді. Конституциялық монархияны өзінің идеалы ретінде көреді, деспотизмге қарсы болады. Және де Шарль Луи Монтеске осы жерде орындаушы, заң шығарушы, сот билігін бөліп көрсеткен болатын. Заңдардың рухы. Жан-Жак Руссо, бұл француз ағартушысы, 18 ғасырға жататын еңбектерінде шіркеудің қағидаларын, діни қараңғылықты сынаған болатын. Жан Милье және Аббат Марели және Мабли үшеуі коммунизмнің идеясын ең алғаш туғызған адамдар.
Ал Джон Лок болатын болса, саяси егемендік деген теорияны енгізген және табиғи адам деген теорияның негізін қалаушы болып саналады. Ал соны пайдаланып енгізген ол әрине Томас Гоббс. Табиғи адамды ол Джон Локтың идеясынан алған, философиясынан алған. Томас Гоббс ол бізде ағартушылық абсолютизм деп аталатын теорияның негізін қалаушы, және оны француз ағартушысы Вольтер қолдаған болатын. Франсуа Мария Руэ дейді, Вольтер деген ол шын есімі емес. Ал Дени Дидро ол 1751-1780 жылдары энциклопедия ғылымның, өнердің, кәсіптің түсіндірме сөздігін жасаған философ. Ал математик десе Жан Лерон де Аламбер болады. Бірақ 15-ші Людовик алғашқы 2 кітапты өрлеп жібергеннен кейін екінші Екатерина Петербург қаласына осы Дени Дидроны шақырған болатын. Дұрыс жауабы Шарль Луи Монтескье, заңдардың рухы еңбегінің авторы. Бұл жерде Вольтер жоқ, философиялық хаттар деген еңбегі де бар, оны да білулеріңіз қажет. Келесі. 12-15 ғасырда Еуропада салынған құрылыстар атауы. Бұл готикалық болады. Енді құрастырушыларға ескі бағдарламадан, 5-ші сыныптың оқулығынан нелер ала беруге болады, дистракторлар. Мысалы, лаконика деген 5-ші сыныптың бағдарламасы өте қысқа және анық сөйлейтіндерді лаконика аймағы деп атайды. Бұл ежелгі Грекияның аймағы, Лакония деген. Микены, Коринф деген ол отарларға бай қалалар. Коринф, Микені деген қалалар. Дори деген тайпа, ежелгі Грекияның солтүстігінде өмір сүрген, Македонияның солтүстігінде. Ал романдық деген 11-12 ғасырдағы сәулет өнерінің туындыларын айтады. Романдықтың кемшіліктері адамның беті, яғни дұрыс көрінбейді, яғни титықтаған, әлсіреген күйде, нашар халде көрсетеді. Ал готикалықта керісінше адамның бейнесін анық көрсетеді. Және готикалық мұнаралар биік болады, терезелер үлкен болады. Бұлар да ұбт сұрағына кездеседі. 6-шы сынып орта ғасырлар тарихын жақсылап қараңыздар. Сонымен біздің нұсқа талдауымыз өз мәресіне жетті. Мынаны аяқтайық. Мұнан жауабы бізде 4 болады, Жақсы, құрметті оқушылар, бүгінгі біздің тест талдауымыз өз мәресіне жетті. Сіздерге нағыз ұбт-да 50-де 50, 20-дан 20, 140-тан 140 нәсіп болсын. Ол үшін біздің курсқа келіңіздер. Бәсекелі ортада жаңағы талас тартыстың арасында керемет дайындалыңыздар. Бәсекелі орта ол адамды өсіреді. Яғни мен жұмбақтап тіпті дистракторларды қойып отырамын. Бізде әртүрлі орталықтың оқушылары оқып жатыр. Ең бастысы алдамау керек, адал болу керек, және курстың соңына дейін мен беретін материалдарды ешкімге таратпай, құпия сақтап 140 балл алу керек. Сау саламатта болыңыздар.